Ораза деген не? Ораза таңның атуынан кештің батуына дейін Алла разылығы үшін тамақ, сусын, жынысты қатынас секілді ауыз аштыратын іс-амалдардан тыйылу. Ораза кімдерге парыз? Ораза әрбір мұсылман балиғат жасына толған ақыл-есі бүтін ер мен әйелге парыз. Балиғат жасы дегеніміз қандай жас? Ұл бала үшін 12 жастан 15 жасқа дейін, қыз бала үшін 9 жастан 15 жасқа дейінгі аралық. Кәрілік себепті ораза ұстауға мүлде шамасы келмейтін кісі не істейді? Кәрілік себепті ораза ұстауға мүлде шамасы келмейтін адам әрбір өткізген күні үшін мұқтаж адамды бір мәрте тамаққа тойдырады. Рамазан оразасын басында 3 күн, ортасында 3 күн, соңында 3 күн ұстауға бола ма? Оразаның басында 3 күн, ортасында 3 күн, соңында 3 күн ұстаған адам Рамазанды толық ұстаған адам ретінде есептелмейді. Рамазан оразасы толық бір ай ұсталады. Намаз оқымайтын адамға ораза ұстауға бола ма? Намазға әлі жығыла қоймаған адамның ораза ұстауына болады. Себебі намаз өзінше бір парыз, ал ораза мүлде бөлек парыз. Аяғы ауыр не емізілу баласы бар әйелдер ораза ұстай ма? Аяғы ауыр не емізілу баласы бар әйелдер ораза ұстап-ұстамау жайында білікті дәрігермен ақылдасқаны жөн. Ұстамаған жағдайда кейінірек қазасын өтейді. Рамазан оразасы басында бір айға ниет етіле ме, әлде әрбір күнге сәресінде ниет етіле ме? Рамазан оразасы басында бір ниет жасау жарамды, әрбір күні ниет жасау абзал іс. Ораза кезінде душқа, өзенге, көлге түсуге бола ма? Ораза кезінде жуынуға, шомылуға рұқсат, тек тамақтан су өтіп кетпеуін қадағалау керек. Ораза кезінде тіс пастасын қолдануға бола ма? Тіс пастасын сәресі кезінде және ауыз ашқаннан кейін пайдаланған абзал. Ораза кезінде тіс емдетуге, жұлдыруға бола ма? Ауырып маза бермей жатса, емдетуге де жұлдыруға да рұқсат. Тек тістен шығатын қан, ауыз шаятын сұйықтық дәрілер тамақтан өтіп кетпеуін қадағалау керек. Ораза кезінде укол салдыруға бола ма? Тамырға салынатын денеге күш беретін система секілді уколдар оразаны бұзады, ал теріге салынатын денеге күш бермейтін уколдар оразаны бұзбайды. Ораза кезінде түкірік, қақырық жұтуға бола ма? Түкірік, ауыз сілекейі, қақырық ол табиғи нәрсе. Олар оразаны бұзбайды, тек ауызға әдейі толтырып жұтпау керек. Ораза кезінде шаш, тырнақ, дене түктерін алуға бола ма? Шаш, тырнақ, дене түктерін алуға тазалыққа жатады. Оларды алу оразаны бұзбайды. Аузы берік адам баласын сүйіп иіскеуіне бола ма? Ораза кезде баланы сүйуге, иіскеуге болады. Аузы берік адамға әйелін сүйуге, құшақтауға бола ма? Адам өзіне сенімді болмаса, әйелін сүйіп құшақтамағаны дұрыс. Мұрын, тіс қанаса ораза бұзыла ма? Мұрын, тіс қанаса ораза бұзылмайды, тек тамақтан өтіп кетпеуі керек. Сәресіге ұйықтап қалған адам не істейді? Сәресіге ұйықтап қалған адам таң атып кеткенін білсе, ештеңе ішіп жемей оразасын ұстап кете береді. Сәресі қай уақытта ішіледі? Сәресі тарауих намазы мен таң намазының арасында ішіле береді. Алайда оны таң атар алдында, яғни таң намазы кіретін уақыттың алдына дейін кешіктіріп ішкен абзал. Ораза кезінде бір ай бойы ерлі-зайыптылар жынысты қатынастан алыс болу керек пе? Жынысты қатынас тек оразаның күндізінде ғана тыйым етіледі. Яғни таң атқаннан ауыз ашарға дейін, ал ауыз ашқаннан таң атқанға дейінгі аралықта рұқсат етіледі. Аузы берік адамға сағыз шайнауға бола ма? Ораза кезінде дәмі бар не жоқ болса да сағыз шайнамаған дұрыс. Ораза кезінде әйелдің еттекірі келсе не істейді? Еттекірі келген әйел кісі ораза ұстамайды. Еттекірі келген сәтте аузы ашылады. Сол күннің және еттекірі келіп ұстай алмаған күндердің қазасын Рамазан оразасынан кейін өтейді. Ораза кезінде ауыз құрғағаннан ауызды мұздай сумен шаюға бола ма? Ауызды сумен шаюға болады, тек тамақтан судың өтіп кетпеуін қадағалау қажет. Ораза кезінде басы айналып, көзі қарауытып, қатты әлсіреп кеткен кісі не істейді? Қатты қиналып не қатты ауырған кісі денсаулығына қауіп төнгеніне байланысты аузын ашуға рұқсат. Рамазаннан соң сол күннің қазасын өтейді. Аузы берік кезде тамақтың дәмін көруге бола ма? Ораза кезінде тамақтың дәмін көруге болады, оны жұтпай қайтадан түкіріп тастау керек. Ораза кезінде байқамай тамақ жеп не су ішіп қойса не болады? Ораза кезінде байқамай тамақ жеп не су ішіп қойса, одан ораза бұзылмайды. Ораза екені есіне түскен сәтте аузындағы тамақты алып тастау керек. Сол күнгі оразасын ары қарай жалғастыра береді. Қазасы жоқ. Ораза кезінде жүрегі айнып құсқан жағдайда аузы ашылып кете ме? Ораза кезінде өздігінен жүрегі айнып құсса, одан ораза бұзылмайды. Ал өзі күштеп құсатын болса, одан ораза бұзылады. Ораза кезінде жыласа, ауыз ашылып кете ме? Ораза кезінде жылағаннан ораза бұзылмайды.
Ораза кезінде ашуланғаннан біреумен ұрысып төбелескеннен аузы ашыла ма? Ораза кезіндегі ұрыс керістен ауыз ашылмайды. Ондай жағдайда оразаның сауабы кемиді. Ораза кезінде қан тапсыру оразаны бұза ма? Ораза кезінде аздаған мөлшерде анализ үшін қан тапсыру оразаны бұзбайды. Ал көп көлемде болса, мысалы біреуге қан құю үшін болса, ораза бұзылады. Ауызды ең бірінші қандай затпен ашқан дұрыс? Ауыз ашқанда ең бірінші құрмамен ашқан абзал. Құрма жоқ болса, сумен ашқан дұрыс. Кешке мешітте азан шақырыла бастаған кезде ауыз аша беруге бола ма? Әлде азанның соңына дейін шақырылып біткенін күту керек пе? Кешке мешітте азанның шақырылу күнін батқанын білдіреді. Ол ауызды ашатын сәт. Сол үшін азан шақырылып басталған кезде-ақ ауыз аша бересіз. Ораза кезінде спортпен айналысуға бола ма? Ораза кезінде спортпен шұғылдануға болады. Тек қатты әлсірейтін шамадан тыс болып кетпеуін қадағалау керек. Себебі қатты әлсіреп шөлде қиналған кісі шыдамай аузын ашып жіберуі мүмкін. Аузы берік адам алыс сапарға шығатын болып қалса не істейді? Алла тағала ораза уақытында сапарға шыққан адамға аузын ашуға рұқсат еткен. Ол адам ұстамаған күндерінің қазасын Рамазан айы біткен соң өтеу керек. Елмен бірге оразаны бастай алмай 2-3 күнге не 5-6 күнге кешігіп қалған кісілер не істейді? Оразаны ұстауға кешігіп қалған кісілер үлгерген күннен бастап ұстай береді. Ал өткізіп қойған күндерінің қазасын ораза айтынан кейінгі күндері өтейді. Ораза ұстаған адамға ауыз ашар берсе, оған ұстаған адамның сауабындай сауап беріледі делінген хадиске сәйкес ораза ұстамай-ақ ауыз ашар беріп сауап ала берейін деген түсінік қаншалықты дұрыс? Ол адамның мойнынан ораза парызы түсе ме? Ораза ұстаған кісілерге ауыз ашар беру мол сауапқа жеткізеді. Бірақ ауыз ашар берушінің мойнынан парызды түсірмейді. Ол кісі де басқалар секілді ораза ұстауға міндетті. Ауыз ашар кезінде бірінші ауыз ашқан дұрыс па, әлде ақшам намазын оқып алып ауыз ашу керек пе? Ауыз ашар уақыты кірген кезде бірінші ауызды не құрмамен, не сумен ашып алған дұрыс. Сосын ақшам намазын оқып алып дастарханға қайта отыруға болады. Қадір деген сөздің мағынасы қандай? Қадір деген қадірлі, құрметті деген мағына береді. Қадір түнінде Құран түскен және бұл түні жер бетіне сансыз көп періштелер келеді. Сондықтан бұл түн қадірлі әрі қасиетті. Қасиетті қадір түнінде қандай істер жасалады? Қадір түні жер бетіндегі ең қасиетті түн. Ол түні таң атқанға дейін дұға тілектер жасалады. Ол түнді Құран намаз оқумен өткізуге болады және түрлі діни әдебиеттер оқып, салиқалы кісілермен бірге болған дұрыс. Қадір түнін үйде күткен жақсы ма, әлде мешітте өткізген дұрыс па? Ер адам болса мешітте жамағаттың арасында өткізген абзал, ал әйел адамға үйде күткен жақсырақ. Мешітте өткізем десе, оған да тыйым жоқ. Қадір түні қыдырата келе ме? Қадір түні қыдырата келеді деп ойлау жансақ түсінік. Бірақ бұл түні жер бетіне періштелер көптеп келеді. Олар сол түні құлшылық жасап жатқан адамдардың дұға тілектерін Аллаға жеткізеді.